12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде апта ақпарат, студияда Айман Нұрмағамбет. Осы аптаның маңызды жаңалықтары мен өзекті тақырыптарын назарларыңызға ұсынамыз. Шетпедегі карьер мәселесі шешіледі. Жуырда осы салаға жауапты облыс әкімінің орынбасары арнайы тапсырма берді. Жоспарға сәйкес тас уатқыш және басқа да инфрақұрылымдық қондырғылар Шетпе ауылынан 10 шақырым жерге 25 қарашаға дейін көшіріледі. Сонымен бірге шаң көтеретін материалдар тасымалданып келген 2 автожол жабылады. Жағымды жаңалықты облыстық экология департаментінің өкілдері мәлімдеді. Айтуларынша көп ұзамай тиісті шаралар жасалады. Ақтауда азық-түлік бағасы шарықтап барады. Әсіресе халық көп тұтынатын тауарлардың құны ай сайын өсіп жатыр. Бұл өзгеріс кей тұрғындардың қалтасын қағуда. Тауардың қымбаттағанын құзырлы мекеме басшылары да растап отыр. Бағаның көтерілгеніне тіпті алыпсатарлар да алаңдаулы. Ырыскүл Досжанова азық-түлікті аптасына сатып алады. Сондықтан тауар бағасының өскендігін бірден байқайды. Айтуынша ұн мен еттің ай сайын бағасы шарықтап барады. Бір қалтадан алсақ семьямызға жетпейді. Оның өзі әзір 6.000-7.000. Мысалы морозовкадан ет алсақ 1.800-ден 1.700-ден аламыз. Бұлайша қолдың еті 2.000-нан. Ал Ләззат Сүлейменова қаладағы ең арзан деген базардан ғана азық-түлік алады. Бірақ бұл жерде де тауар бағасы әр келген сайын қымбаттайды деп налиды. Сондықтан өзі үйден тамақ пісіріп сатып күн көріп отыр. Жаңа ғана ет дүкенінен міне бауыр алып келатырмын. Қазір 1 килоға да жетпейді, 2000 теңге. Ақтауда мүлде тамақ деген қымбатсып кетті. Өмір сүру қиын қазір. Жағдай өте нашар. Бағаның шарықтағанын базардағы кәсіпкерлер де сезініп отыр. Оларда азық-түлік құнының күнде өсіп жатқанын айтады. Бірақ мұны тоқтата алмаймыз дейді. Себебі өздері де тауарды сырттан қымбат қалады екен. Бізде ешқандай күнә жоқ. Например, біз алған бағамызға қойып 5 теңге қойып сатамыз. 110-дан алсақ 120-дан сатамыз. 120-дан алсақ 130-дан сатамыз. 10 теңге 20 теңге еңбек ақымыз. Біздің таксиіміз бар, оптовидан келем дегенше. Тамағымыз бар, күнделікті жейтұғын, жер налогымыз бар. Соған байланысты 20 теңге, 10 теңге қоямыз. Әсіресе тұрғындарды көбіне еттің өскені алаңдатады. Сұранысқа ие өнімнің бағасын кәсіпкерлердің өзі төмендете алмайтындығын жеткізді. 1800-ден келеді бізге. Қостанай 1800-ден келеді, Оральскейлер 1700-ден. Біздің қосатымыз 100-150 теңге. Халық өкпелейді, неге қымбат сіздерде деп ұрсып кететіндер болады. Оны енді бірақ бізге байланысты емес. Жауаптылар да осылай деп пайымдайды. Көбіне еттің экспорты мен импорты да бағаға әсер етеді екен. Шетелге, жақын көршілес мемлекеттерге кіріс шығыста бұл малдың бағасына әсер етеді. Мысалға, біздің малды экспортқа шығарсақ, сол уақытта малдың басы азаяды, малдың бағасы көтерілуіне әкеліп соғады. Импортқа да байланысты, келген малдың санына байланысты, оның жол шығынына байланысты. Осымен әсер етеді. Енді негізгі айтайын деген, ауылдық жер өз-өзін қамтып отыр. Ал қалалы жерді тасымал арқылы қамтуға етіп отыр Ақтауда. Мамандардың айтуынша Ақтауда жалпы азық-түліктің бағасы жыл басынан бері 106,8%-ға өсті. Мәселен, бір келі күріш қыркүйек айында 523 теңге болса, қазанда 530 теңгеге өскен. Бірінші сұрыпты ұнның бір келісі 197 теңгеден 213 теңгеге, сиыр еті 1698 теңгеден 1708 теңгеге көтерілсе, тауық еті 997 теңгеден 1053 теңгеге бір-ақ шыққан. Жұмыртқа 287 теңгеден 303 теңгеге қымбаттады. Ал пияз бен картоп және шекердің құны керісінше төмендеді. Қазан айы мен қыркүйек айымен салыстырғанда бағанағы айтып кеткен көп тауарлардың бәріне өсімдік бар. Азық-түлік тауардың 80% ТМД елдерден, басқа елдерден келіп жатады. Сол себепте біздің тауарлардың, азық-түлік тауарлардың бағалары жоғары деп ойлаймын. И это связано по многим факторам.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 90% біздің облысқа басқа облыстар мен шетелден келеді. Сондықтан бұл әрине бағаға тікелей әсер етеді. Себебі жол шығыны, логистикасы бар. Азық-түлік бағасының шектік көрсеткіші 15%-дан әлі аспады. Бізде бағаны қадағалап отыратын арнайы мониторинг топ бар. Барлығы бақылауда тұр. Азық-түлік бағасын бір қалыпты ұстау мақсатында өңірде бірқатар шаралар қолға алынған. Тұрақтандыру қорынан 100 миллион теңге бөлінген. Сондай-ақ аптасына бір рет арнайы жәрмеңкелер де ұйымдастырылады. Онда керектіңізді базардағы бағадан төмен ала аласыз дейді жауаптылар. Алдағы уақытта мұндай жәрмеңкелер аптасына 2 рет өткізілуі мүмкін. Себебі тұрғындардың талабы солай. Айман Нұрмағамбет, Ерлан Амантай, Аптақпарат. Облыста 714 отбасы негізгі кірісін жасырып, атаулы әлеуметтік көмек алған. Сондықтан мұның тәртібі өзгермек. Тиісті көмектің нағыз мұқтаждарға берілу үшін 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жәрдемақы төлеудің жаңа жүйесі енгізіледі. Жаңарған жүйенің негізгі тетіктері жайлы Айнұр Маратқызы айтып берсін. Қазір Маңғыстауда 17 мыңға жуық көп балалы отбасы бар. Жаңа жылдан бастап осы жанұялардағы әр балаға 10.625 теңге көлемінде жәрдемақы төленеді. Яғни отбасылық кіріске қарамастан 4 бала және одан да көп бала тәрбиелеп отырған отбасыларға 42.500 теңгеден 73.375 теңге аралығында төлем қарастырылады. Бұл жаңалықты естігенде Динара Қосжан қуанғанын жасырмады. 5 бала тәрбиелеп отырған кәсіпкер келіншек көп балалы отбасы үшін бұл үлкен көмек болатынын айтты. Себебі отбасылық бюджеттен әр балаға ай сайын аз қаражат жұмсалмайтыны анық. Мемлекет тарапынан осындай керемет жаңалықты естіп қуанып отырмыз. Менің кішкентай 5 балама 50 мыңдай ақша алады екенбіз. Әрине ол біздің отбасы үшін өте қуанышты хабар. Жас семья болғасын, әр баланың өзінің шығыны бар дегендей, қазіргі заман талабына сай ол балдарды киіндіру керек, кружоктары бар деген сай 50 мың теңге енді бірталай көмек деп ойлаймын. Қол жайып емес, адал еңбекпен тапқан ақша қадірлі екені әлімсақтан белгілі. Бірақ соңғы кезде қоғамды масылдық дерті дендеген секілді. Бүгінге дейін облыста 714 отбасы негізгі кірісін жасырып, оңай олжаға қарық болған. Осы олқылықтар атаулы әлеуметтік көмек берудің қолданыстағы жүйесін өзгертуге негіз болып отыр. Атаулы әлеуметтік көмек енді шын мұқтаж жандарға ғана беріледі. Жанұяға келетін барлық табыстар мен жәрдемақыларды қоса есептегенде жан басына шаққандағы кіріс күнкөріс деңгейінің 70%-на жетпеген жағдайда ғана атаулы әлеуметтік көмек тағайындалады. Көмектің көлемі сол табыс пен күнкөріс деңгейінің айырмасына байланысты. Сондай-ақ еңбекке жарамды азаматтарға жұмыс ұсынылады. Осылайша мұқтаждар мен масылдардың ара жігі ажыратылады. Әлеуметтік көмекке үміткерлер, олар жағдайы төмен отбасылар және көп балалы отбасылар өзін ұсына алады. Ол кісілерге мемлекет көмектесуге ең басты принциптің бірі болып отыр. Ол кісілерге біріншіден жұмыс ұсынады мемлекет тарапынан, және ол жеке бизнеспен айналысамын дегендерге шағын кәсіпкерлікпен айналысуға жағдай қамтамасыз етеді. Егер де осындай жұмыс мемлекет тарапынан ұсынылған жұмыстан, немесе жұмыспен қамту орталығымен әрекеттесуден бас тартқан жағдайда, бізде ол кісілерге атаулы әлеуметтік көмек өздеріне ғана емес, барлық отбасыларына тағайындалмайтын болады. Атаулы әлеуметтік көмек енді 3 ай сайын тағайындалатын болады. Бұл бір жағынан көмек алушылардың өз табысын жасыру жағдайларын төмендететін болса, екінші жағынан көмектің тағайындау тәртібі әділ болуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет ұсынылады. Кепілдендірілген әлеуметтік көмекке мыналар кіреді. 1 жастан 6 жасқа дейін азық-түлікпен және жаңағы гигиеналық құралдармен, 6 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға мектептерде ыстық тамақпен, киім кешегімен, жүріп тұру, мектепке дейінгі жол жүру ақысы қамтамасыз етіледі. Сонымен медициналық көмек, соның ішінде стоматологиялық 18 жасқа дейінгі балалар, жас 18-ге дейін стоматологиялық медициналық көмектер, соның ішінде міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру шеңберінде оларға көмек қамтамасыз етілетін болады. Жаңартылған атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге өтініштерді қабылдау 2020 жылдың 1 қаңтарынан басталады. Ол үшін тұрғындар тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту орталығына құжаттарын тапсырады. Егер отбасы ауылда тұрса, кент, ауыл, ауылдық округтың әкімдіктеріне жүгінеді.
Жол ережесін өрескел бұзу, құжатты заңдастырмау. Былтырдың өзінде Ақтауда 593 жол ережесін бұзу фактісі тіркелген. Оның ішінде 56 жүргізушіге айыппұл салынып, көлігі айып тұрағына жабылған. Ақтаулық жол сақшылары осы аптада жалғанды жалпағынан басып жүргендерді ұстады. Оларға қандай шара қолданылды? Әріптесім Жасұлан Мұқан айтып берсін. Ақтау қаласында өткен жедел алдын алу шарасы кезінде 593 жол ережесін бұзу фактісі тіркелді. Оның ішінде 56 жүргізушінің көлігі айып тұрағына қамалған. Сондай-ақ 16 мемлекеттік белгі тәркіленіп, оның 2-і жалған нөмірі болып шықты. Көлігінің кейбір қосалқы бөлшегін ауыстыру кезінде заңдастырмағандарды анықталды. Соның бірі мына BMW автокөлігінің иесі. Темір тұлпарындағы өзгерісті құжатқа енгізбеген. Көшеде қойғаз, ол міндетті түрде Түркия куәлігінде тіркелу керек. Мына жерде көрсеткен особо отметки деп жерде, осы жерлерде тіркеледі, например, ГБО газ бар ғой сізде, да? Сол жерге дальше осы жерге жазылады. Мысалы, бөлшекті не үшін өзгерттіңіз, соны айтасыз ба, мысалға? Сосын білетін бедіңіз, жалпы мына құжатқа енгізу керек екен. Білмейсіз ғой, иә? Не үшін өзгерттіңіз енді? Өзгерткенде мен осы машинада алдым, солмен келдім. Солаймен келдім. Көлік жүргізушісі мұндай заңның бар екенін білмеймін деп ақталды. Оған тиісті әкімшілік хаттама жасақталып, көлігі айып тұраққа жөнелтілді. Енді оған құжаттарды заңды түрде рәсімдеу керек болады. Көрсеткенде мен мынау тек басып, міне 1-7 болған жоқ, алғаныма 4 күн болды. Мен мынаны біліп алған жоқпын, мен білген жоқпын, мысалы бұндай екен. Адамда бірінші бір қай неде болсын. Жоқ, түнге мезгілде былай көрінбей ма, темный болып тұрған ма? Мен түнге шығып атқан жоқпын, бұны түнге шығып айдап темный почти 15-20%-ке дейін ұрылған сияқты болып тұрған көрсетіледі. Ақ түсті ВАЗ-2114 автокөлігінің иесі көлігінің алдыңғы терезесін, белгі беру шамдарының бетін қара пленгамен тұмшалағаны белгілі болды. Әйнектердің сериялық нөмірін тексеріп көрген тәртіп сақшылары алдыңғы терезе ауысқанын және 15%-ға дейін қараңғылатылғанын анықтады. Тұрған ештеңем жоқ, осылай қалай тұр, алдым. Көрдіңіз ма, түнде бұл деген ескертпе зат қой, бұл деген тормоз жанады. Көрсетке жағықсам жанып тұруды міндетті. Мұна қара пленкамен көрінбейді онда біз. Бұл азаматта заңға қайшы әрекет жасағанын білмейтін болып шықты. Оған тиісті әкімшілік хаттама жазылды. Енді ол айыппұлды еселеп төлейтін болады. Ал темір тұлпар айып тұраққа жабылды. Қауіпсіз жол жедел профилактикасы аясында осы секілді бірнеше көлік ұсталды. Оларда жазасыз қалмады. Айта кетейік, іс-шара қазан айының 27-сіне дейін жалғасатын болады. Жасұлан Мұқан, Ерлан Амантайұлы, Апта ақпарат. Жетібай кен орнында апат болып 200 шаршы метр аумаққа мұнай төгілді. Экологтардың мәлімдеуінше мұнайды айдау және өңдеу цехын қоршап жатқан мердігер компания құбырды тесіп алған. Салдарынан мұнай далаға төгіліп, жер қыртысын бүлдірді. Қоршаған ортаға келтірілген залал есептеліп жатыр. Мамандар бірқатар сынама алған. Апатқа жауапты мекеме оқиға орнында тазалау жұмыстарын жүргізуде. Қазір жоспардан тыс тексеріс Азия Груп мердігер компанияға ашылған. Тексеріс қорытындысы бойынша қанша шығын болған қоршаған ортаға және әкімшілік жазаға тартылатын соны толықтай айтамыз. Маңғыстауда жаңа пилоттық жоба қолға алынды. Енді мемлекеттік қызметшілер еңбек демалыстарының бұйрығын 6 минут ішінде ала алады. Бұл е-қызмет ақпараттық жүйесіне негізделген пилоттық жобаның жемісі. Ел көлемінде жүргізіліп жатқан тәжірибе біздің өңірде де қолданылмақ. Персоналды басқарудың жаңа әдісі толығымен цифрландырылған. Жауаптылардың айтуынша бұл қызметті өнімдетеді және ең бастысы құжат өңдеуге кететін уақытты қысқартады. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың шығындарын оңтайландырады. Жылдамдығы соншалықты бәрі уақытында қоятын болса, сіз кабинетте отырып жаңа жүйеде жіберсеңіз, арызыңызды 6 минутта жетеді екен. 6 минуттың ішінде сіздің бұйрығыңыз шығады. Бұйрық жаңағы енді анау дегеннің өзінде бір 30 минут кетеді. Ал біз енді жаңағы еседеуде отырасыздар ғой, постоянно қарап отырасыздар. Кетіп қалды ма жоқ па? Тура сол сияқты жүйеде де жаңағы қол қоятын адамдар қарап отырады. Сонан кейін мына не керек бізге? Осы жоба дұрыс жүру үшін. Бірінші, әр мемлекеттік қызметкер, қызметші е-қызмет жүйесінде белсенді қолдануы шарт.
Ауылыңды таза ұстағаның үшін 7,5 миллион теңге. Осы аптада облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы жариялаған байқауда Қызылтөбе ауылы ең үлгілі ауыл атағын жеңіп алып, 7,5 миллион теңгені иеленді. Табиғатты аялауға үлес қосқан ауыл тұрғындарды ұмыт қалмады. Оларға да арнайы сыйақы табысталды. Үздіктер қатарында тағы кімдер бар? Сюжеттен көрейік. Жасы 70-тен асқан Базарбай Ходжаевтың ауласы алыстан көз тартады. 100-ден астам жеміс ағашы мәуелеп тұр. Шағын бақшасында түрлі жеміс-жидек өнім беруде. Қызылтөбе ауылында тұратын Базарбай ақсақалдың ауласы бұл байқауда ең жасыл ауыл аталым бойынша үздік атанды. Ақсақал бел жазбай еңбек етіп, 10 жылда үйінің айналасын жасыл баққа айналдырған. Әкесіне балалары қолғабыс. Летний, зимний алмұрт. Летний, мына Өзбектің шекара алмасы бар, 24 майда піседі. 5 түп, 10 түпке жақын зимний алма, красный северятка, қызыл алма. Көк болып келеді, күзге қарай қызарады. Нар бар, айвада бар, үзім бар. Опша өнімді жақсы береді жеріміз. Енді су жетпеушілігі болады ғой. Оған қиыншылықсыз еш уақытта исатқа жете алмайсың ғой адамзат. Шелектеп су құямыз. Соңғы уақыттарда машиндап құямыз. Ал байқаудың ең үлгілі ауыл аталымы тұрғындар санына қарай 2 бөлімде өтті. 3000-нан астам тұрғыны бар ауылдар арасындағы байқауда Қызылтөбе 2-ші орын иеленді. Жүлдесі 7,5 миллион теңге. Түпқараған ауданы Баутен кенті 3-ші орынға лайық деп танылып, 5 миллион теңгені иемденді. Ал тұрғындар саны 3000-ға жетпейтін ауылдар арасында Сыңғырлау және Бостан ауылдары үздік атанды. Бұл конкурсқа 5-тен 10-ға шейін ауылдар қатысты, мысалы үшін әр номинация бойынша. Мектептер одан да көп. Конкурстарда бірнеше номинация бойынша өтті. Бұл енді табиғатпен үндес балабақша, табиғатпен үндес мектеп, үздік аула, үздік ауыл және журналистер арасында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдердің арасында конкурс өткізді. Марапат алған ауылдар бұл қаражатын ауылдың жағдайын жақсартуға, экологиялық жағдайын жақсартуға, ағаш егуге, көгалдандыруға осы бағытта жұмсайды. Одан бөлек осы қаражаттың ішінен ауыл тұрғындардың арасынан үздік деген, жақсы деген, осы іске атсалысқан азаматтарға 20%-на шейін сол сыйлық ретінде берулеріне болады. Мектепте жылыжай салып, оқушыларды еңбекке баулып жүрген білім ордалары мен балабақшалар да тыс қалмады. Сондай-ақ экология тақырыбында қалам тербеп жүрген бақ өкілдері де марапатталды. Әйгерім Ашықбаева, Дүлбай Нұрбай, апта ақпарат. Маңғыстаулық 3 спортшы джиу-джитсудан әлем чемпионы атанды. Украина астанасы Киевте өткен әлемдік бәсекеде Азамат Абаев, Әбубәкір Жәнібеков пен Әлия Тілепова алтыннан алқа тағында. Джиу-джитсудың комбат системасы бойынша өткен біріншілікке 17 елден 300-ге тарта спортшы қатысқан. Ақсындар табылды толықтырады. Тәжірибелі спортшы Әбубәкір Жәнібеков үшін бұл чемпионатта топ жару аса қиын болмаған. Өйткені бұған дейін 6 рет әлемдік бәсекеге қатысып, оның барлығында күміс пен қоланың биігін бағындырған. Енді міне жүлделерінің қатарын алтынмен толықтырды. Ол жарыс барысында 5 белдесу өткізіп, қарсыластарына мүмкіндік қалдырмаған. Бірінші кездесуім Панама спортшысы болды, екінші кездесуім Иран спортшысы болды, үшінші кездесуім өзбек палуаны болды, төртінші өзіміздің жерлесіміз қазақ бауырымен шықтым. Финалда қазақ бауырымен шықтым. Чот 7-ге 5 ұпаймен жеңіске жеттім. Маңғыстау құрамасы сапында жарысқа қатысқан жалғыз қыз Әлия Тілепова. Әлия да өте тәжірибелі спортшы, Азия чемпионы. 2 мәрте әлемдік сынның қола медалін иеленген, бірақ бұл чемпионат Әлия үшін оңай болмаған. Алдымен Панама өкілінен басым түсіп, кейін түркиялық спортшыны жарыстан ығыстырған. Ал финал үшін жолдамада және ақтық бәсекеде алаң иесімен кездесіп, ұпай санымен жеңіп шыққан.
Финалда Украинаның қызымен кездестім. Счет 5-4 болып ұтылып атқан кезінде соңғы секундтарда ұтып кеттім. Ал Азамат Абаев әлем чемпионатын алғаш рет жүлде алды. Өткен жылғы чемпионат ол үшін сәтсіз өткен болатын. Биыл бапкер қойған межені орындап шықты. 94 келіде сынға түскен Азамат чемпионатта Польша, Украина, Латвия спортшыларын жеңіп финалда Қазақстан құрамасының тағы бір өкілімен кездескен. Осылайша ол бапкер мен жанкүйерлерінің артқан сенімінің үдесінен шықты. Қазақпен шыққан өте ауыр. Ол бірінші рет шығуым емес, ол Қазақпен. Өткен жолы Қырғызстан елінде Азия чемпионатында ұтылып қалған болатын, одан сол екінші жекпе-жекте финалда кездестім. Сол мен Алматы облысының бағасы сағана басымдықпен жеңдім. Спортшылар бапкер қойған міндетті толық орындады. Жарысқа қосқан 3 шәкірті де жеңіс тұғырының биігіне шықты. Енді бапкер шәкірттеріне бір апта үзіліс бермек. Ары қарай джиу-джитсудың Неваза жүйесі бойынша өтетін әлем чемпионатына әзірлікті бастамақ. Севердің бас жағында Қазақстан чемпионаты болған, Fighting Невазаның. Бұлар енді одан да жолдама алып тұр. Бұйырса Абу-Дабиде 20 мен 24 аралығы ноябрьдің әлем чемпионаты болып, бұйырса соған барамыз. Әлем чемпиондарын жанкүйерлері мен туыстары қан көтерді. Әуежай басын думандатып, спортшыларға ерекше құрмет көрсеткен көпшілік спортшылардың алдағы сайыстарына сәттілік тіледі. Ақсындар табылды. Ерлан Амантай, Аптақпарат. Аптақпараттың айтары осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.